Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Айнұр. Бүгін сіздермен алғашқыда жасағанда мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бізге сары май, ұн, қопсытқыш, қант және жұмыртқа қажет. Видеоның астына барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Ыдысқа електен өткізіп, ұн мен қопсытқышты саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Енді жұқа қылып туралған сары майды саламыз. Қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр болып шығу керек. Орысша айтқанда крошки болу керек. Одан соң бір жұмыртқа саламыз. Қолымызбен араластырып, қамырымызды біріктіреміз. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе салафанмен қаптауға ұмытпаңыздар. Енді формамызды дайындаймыз. Менде қамыр тоңазытқышта 30 минут бойы тұрды. Енді оны алып, осының жартысын формамызға салып, қолымызбен формасын жасаймыз. Одан соң қалған бөлігінен жандарын, яғни бортики жасаймыз. Астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді жандарын бортики жасаймыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, барлығы да оңай, әрі тез жасалады. Қамыр түзу және де әдемі болу үшін стақанмен жасауға болады. Және де жандарын пышақпен немесе қасықпен түзелейміз. Ал енді біз салмасын жасаймыз. Ең маңызды ингредиент ол қаймақ. Қант саламыз. Менде 20% қаймақ. Содан соң жұмыртқа саламыз. Енді шанышқымен араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10-20 секундтай араластырамыз. Венчикпен де араластыруға болады, миксермен араластыруға болмайды. Ең бастысы кішкене біріксе болғаны. Енді осы салманы жаңағы қамырымызға құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 35-45 минуттай пісіреміз. Мінекей пирог піскен кезде кішкене беті сарғаяды. Осындай болып шығады. Пирог толықтай суығаннан кейін ғана формадан босатасыздар. Менде қазір толықтай суыды. Толықтай суына шамамен 2 сағаттай кетті. Енді жандарын босатып, осы формадан босатып жатырмын. Егер суытпай кесетін болсаңыздар, онда ортасы, салмасы қатпай ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасындай болып суыған кезде ғана кесесіздер. Сол кезде осындай әп-әдемі мінсіз болып шығады. Мен айтқан барлық құпияларды, барлық техникаларды жасайтын болсаңыздар, пирог міндетті түрде осындай әдемі болып шығады.
пирог өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды. Достар, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.